14-ші түн. Ей ұлы бақытты патшам. Тақтайды сипадым деді соқыр. Қыздың тынышы кетіп, аздан соң қаш сорлы деу келіп қалды деді қыз. Өлтірем деген ойым тозаңдай көкке ұшқандай болды. Үй құлай үстімді басқандай тұра жөнелдім. Есімнен айырылғаным сонша, отынға апарған балтам мен аяғыма ілген шарығымды қыздың босағасына қойып едім, сол ұмыт болып қалып кетіпті. Баспалдақтан шыға бере артыма бір қарасам, басы бақыр қазандай бір дүйеу қыздың жанына келіп, неге шақырдың? Жау тигендей зәремді ұшырдың деді. Еш нәрседе болған жоқ, дидарыңды көруге өте құмартқаным бар, деп қыз жайраңдады. Дүйеу жан жағына қарап, шарық пен балтаны көріп, жітік үйленбе, мынауың кімнен қалған мұра деді қызға көрсетіп. Сырттан өзің ала келген балтаңдағы, мен ешкімді көргенім жоқ деді қыз. Сиқырланба, алдайтын кісің мен емес деп, қол аяғын ағашқа керіп байлап, жалаңаштап қойып сабай берді. Мен қызды аядым, осыған қайдан келдім деп өкіндім. Қолымнан келер қайран жоқ, қашып шығып жамаушының үйіне келдім. 3-4 күннен бері қайда болғанымды сұрады. Мен болмаған соң уайым еткенін айтты. Оның маған жаны ашығанына риза болдым. Көшеге шығып отыр едім, қасыма жамаушы келіп, дүкенге бір кісі келіп отыр. Қолында сенің шарығың мен балтаң бар. Осыны мешіт жолынан тауып алып едім. Неше күннен бері есін іздеп таба алмадым. Сұрастырып келіп, осында тұрған бір жігіттің дүниесі екенін естіп, әкеліп бергелі келіп едім. Өзін шақыр деп отыр. Мен оны естіген соң үрейім ұшты. Жел соққан ағаштай қалтырадым. Қашайын деген оймен аяғымды баса бергенде, жер қақ жарылып, алдымнан дию шыға келді. Кәдімгі қыздың қасына келген диюдың өзі. Көтерген бойымен алып ұшып, қыздың қасына әкелді. Қыздың тұла бойында сау жері жоқ, сорғалап қан ағып тұр. Осы ма қасыңнан кеткен сүйікті жігітің деді. Қыз жаны кейіген пішінмен, мен мұндай адамды көргенім жоқ деді. Олай болса мына қылышты ал да өлтір осыны деді. Қыз қылышты ұстап жаныма келді де, көзіме көзі түсіп, қолындағы қылышын тастап жіберді. Дию түскен қылышты қолына алып, өлтір мұнаны деп маған ұстатты. Мен де қыздың жанына барып, жылап тұрған қызды көріп, қылыш қолымнан түсті. Диюға қарап, адамның әдетінде жазықсыз әйелді ер кісі еш уақытта өлтірмейді. Әйелді өлтіріп, ер атыма ар келтіре алмаймын дедім. Сендердегі достық бір-біріңе дақ салмастай болып бекіген екен. Олай болса ер көзімде деп дию қылышты өзі алды да, қызды бөліп тастады. Маған қарап, ей адам баласы, біздің заманымызда ойнаспен қолға түскен қатынға айып осындай. Сондықтан мынаны өлтірдім, бірақ сен де сау кете алмайсың. Сенің осы тұрған түсіңді өзгертіп, басқа түске кіргізем. Ол үшін қалауыңды өзіңе берейін. Ит пе, шошқа ма, мал ма, маймыл ма? Біреуін өзің қалай ғой деді. Мен диюға жалына бастадым. Құдай үшін мені сау жібер дедім. Ол, қиқаңды қой, сөзді созба. Өлтірмегенімнің өзі жетеді. Сені бір мақұлықтың түсіне кіргізу менің міндетім деп көтеріп, тауға апарды да, бір уыс топыраққа дем салып басыма шашып маймыл қылып қоя берді. Тау тасты кезіп, жеміс теріп жеп бірнеше күн өткіздім. Ағашты жерді аралап, дарияның жанына келдім. Бір кемеге көп керуен тиеліп кеткелі жатыр екен. Ешкімге көрінбей, кемеге міндім де, мен де керуенмен бірге кете бардым. Бір күні кеменің суын төккен біреулер мені көріп қалып ұстап алды. Бірі суға тастай сал деді. Екінші біреуі қылышпен өлтірмек болды. Суырылған қылышты көріп, қырынан ұстап жабыстым да, шырылдап жылай бердім. Оным керуенбасыға таң көрініп, мені өлтірткізбеді. Тамақ беріп, бағатым болды. Мен де керуенбасыға қолымнан келген қызметімді істеп, көңіліне жақтым. Бұл маймыл болғанмен бір ақылдысы екен.
айтқанының бәрін түсінеді деп мақтайтын болды. Кеме жүзіп отырып бір үлкен қаладан келіп шықты. Оның патшасы керуеншілерге бір тақта көтерген жасауыл жіберіп, осыған хат білетіндерді бір қатардан жазу жазсын депті. Әркім білдігендерін жазып жатты. Мен де барып тақтайға жабыстым. Оған жасауылдар таңырқап, мені маңына жуытқысы келмеді. Керуенбасы тақтайды алдына беріңдер, не істер екен деп тақтайды алдыма қойғызды. Мен қаламды алдым да мынадай өлең жаздым. Керек болсаң еңе, сияқұс қалам сорғала. Тербеткен теңіз дауылдай сыр отын жібер қозғада. Тарихтың басқан таңбасы сен сүйкеген сөз ғана. Қиял билеп қол мінген сен қалам бұлпың жорғала. Саған қылыш бір кезде аждахадай ұмтылды. Бүтін тұрған бұл көңіл бөздей болып жыртылды. Дүние деген қос бұтақ, біреуі өмір, бір өлім. Біреуі дос, бірі қас, ойлауымша сол менің. Бір кездерде дидарың нұр жағынып келгендей. Жоқ сияқты кем жағың шүкір, шүкір дегендей. Бір кездерде дидарың түнек қара түн дейін. Нұр орнына күйеме жағынып алған білмеймін. Айта берсең арызғып, сорлы қалам сырың көп. Сорғалап сия айтпаса менің сөйлер тілім жоқ. Кеше болса бүгін жоқ, болды дейтін сұрым жоқ. Құбылмалы дүниеден арқалаған жүгім көп. Мен осыны жаздым. Жасауылдың патшаның алдына апарып, жазған сөзді түгел қарап шықты. Патшаның көңіліне ұнағаны менің жазуым болыпты. Жасауылдарына, осыны жазған кісіні патшалық киім әперіп, киіндіріп, алдыма алып кел, уәзір етемін деген. Оған жасауылдар күліпті. Патша неге күлді деп таңырқаған. Тақсыр, мұны жазған маймыл. Олай болса маймылды киіндіріп әкел, көремін. Жасауылдар керуеннен мені алып, киіндіріп патшаға апарды. Ордаға кіргенде патшаларға лайықты міндеттерді түгел атқарып, құрмет көрсеттім. Оған отырғандар таңырқады. Маған отырарлық орын көрсетті. Өзге кісілерге рұқсат беріп, тек ордада қызмет істейтін кісілер ғана қалды. Неше түрлі тамақ әзірленіп, дастархан жайды. Астың артынан шахмат әкеліп, ойын білесің бе дегенде ишарат қылды. Мен де білемін деп ымдадым. Ойынға отырдық. 2 пешкені көшірдім де, 3-ші ретте атты шауып, патшаны мат қылдым. Бірнеше рет қайта ойнадық. Бәрінде патша мат бола берді. Япырай, егер адам болса, мұнан ақылды жан болмас еді деді патша. Қызымды шақыршы, маймылмен келіп шахмат ойнасын. Қыз үйге кірді де, кісінің үстіне неге шақырдыңыз деп бетін бүркеді. Патша, қайдағы кісі балам деді. Қызы, маймыл деп отырғаныңыз адам ғой, өзіңіздей бір патшаның баласы, Ібіліс деген жын сиқырмен маймыл етіпті деді. Патша, солай ма? Деп сақалының ұшын қайырып тістеп, басын шайқап таңырқады. Патша маған қарап, қызымның айтып отырғаны рас па деп ишарат білдірді. Мен растығым білдіріп, патшаға бас иіп, көзіме жас алдым. Әкесі қызына қарап, сен сиқырды кімнен үйрендің балам деді. Қызы, бір сиқыршыдан 270 түрлі сиқыр үйрендім. Оның нашарымен осы қалаңыздың тасын қойқапқа қосып, адамын балық қылып, мұхитқа жіберуге болады деді. Олай болса мына маймылды адам қылып бер, өзіме уәзір етейін деді әкесі қызына. Қызы қабыл етіп, қолына бір пышақ ұстап, жерді тіліп бір нәрсе жазды. Әңгіме осыған жетіп, Шахризада сөзді тоқтатты.